Ana mынау велосипедтің ерінің астында мынау түсік. Мынау ненің қапталына, велосипедтің қапталының түтігінің ішінде тіреліп қалды. Соны шығарып алу негізінен бұл жиі кездесетін нәрсе. Өйткені әлеуменнен жасалған мынау ердің түтігімен мынау қапталдың түтігі темірден екеуінің арасында жаңағы егер орнатқан кезде тағы бір литолмен жағып ішіне кіргізіп қойсаң, ол біраз уақыт өткеннен кейін реакция болады. Реакция болып өзара дәнекерленіп кетеді. Екеуі қосылып кетеді да, сондықтан қатып қалады. Бұл дүние жүзінде көп кездесетін нәрсе. Мен мынау неден көрдім. Ғаламторда Құрама Штаттары болсын, мынау Жапония болсын, Ресей болсын, барлық жерде осы велосипедтің түтігін шығарып алу өте қиынға соғуда. Сол ойлайтыным, тегі мынау бір кейбіреулер ненің ішінде жағы химияда құйып нетіп. Ал жарайды, мен өзіме мынандай бір не жасадым. Қазір сәл төмендетейін. Былай нетсек көрінетін шығарды. Бұл әңгіме неде болып отырған. Көзім жетпей отыр екен. Мойындамаймыз ғой, жас келді деп. Бірақ қаншама айтмадым ме. Қазір осыншы барынша қысып көрейік. Оның алдында бірнеше мәрте жаңағы нетіп көргім, осын байқап көргім. Бірақ қанша күш салсаң да қаншама күш салсаң да болмай жатыр. Менің жаңағы осы темірден жасалған менің өзі жарамай бірнеше жерінен тиіп дәнекерлеген жерінің өзі үзіліп кетіп жатыр. Сондықтан бұл өте қиын. Yatağın elektrik. Onda minip göreyik. Şumsak çıktı. Bir yerde ketdi olayım. Пайдатасынан әрет. Бұл
қырт ете қалып кетуі тиіс қой. Мен мынау әдейі бейнеге түсіріп жатқан себебім өзімнің бұл қайда кетіп тұр? Шықтым ба айтамын. Жоқ әлде не болды? Немесе бір жерден үзілді. Тегі оңай болып кетті. Бір жер сынды ма? Міне, мынау дәнекерлеген жерім бұзылып кетті. Сондықтан бұл жолда жолым болмады. Келесі мәрте мынаны тағы да дәнекерлеп, енді электродпен дәнекерлеймін. Қазір менде сабақта болады, менде емес мен. Бұл орында. Сондықтан осымен доғарайық.